Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 21 жаттығу. Сабақтың тақырыбы қыстырма сөздер. 9 жаттығу кестедегі сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстыр. Балалар, төменде екі кестеде сөйлемдер берілген. Бірінші кестеде әрине еңбексіз ерде жерде көгермейді. Екінші, биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Үшінші, меніңше бұл өте мықты адам. Төртінші, мүмкін сіз оған көмектесерсіз. Екінші кестедегі сөйлемдер. Еңбексіз ерде жерде көгермейді. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Бұл өте мықты адам. Сіз оған көмектесерсіз. Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Олардың сөйлемге қандай мағына беріп тұрғанын байқа. Қарамен берілген сөздер сөйлемнің негізгі мазмұнын толықтырып, оған қосымша мағына, реңк үстеп тұрған сөздер. Бұл жердегі қарамен жазылған сөздер, яғни сенімділік пен нақтылықты білдіріп тұрған сөздер әрине, рас, сөзсіз, шын мәнінде деген сөздер. Бұлар сенімділік пен нақтылықты білдіреді екен. Ал пікір мен көзқарасты білдіретін қыстырма сөздер меніңше, ойымша, бәлкім. Ал күмән мен болжамды білдіретін сөздер мүмкін, сірә, шамасы деген қыстырма сөздер. Ал сезім мен көңіл күйге қатысты қыстырма сөздер несін айтасың, қайтейін, амал қанша деген сөздер жатады. 10 жаттығу мәтінді тыңда. Айтыс. Сиыр, ат, ит. Қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала-шағасын сүтіммен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деп ырылдады ит. Мен оның барлық мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы: босқа таласпаңдар, сендердің бәрің де маған керексіңдер, деді. Айтысқа қандай жануарлар қатысты? А нұсқасы қой, сиыр, ит. Ә нұсқасы сиыр, ат, ит. Б нұсқасы ешкі, қой, ат. Бұл жерде ә нұсқасы дұрыс. Айтысқа сиыр, ат, ит қатысқан болатын. Жануарлар не туралы айтысты? Жануарлар иесінің кімді қатты жақсы көретіні туралы айтысты. Қожасының айтқанымен келісесің бе? Әрине келісемін. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Мәтіндегі қарамен берілген сөздер, олар қыстырма сөздер болып табылады. Яғни әрине, сөз жоқ деген сөздер, бұлар қыстырма сөздер. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын, мысалы сену, мақұлдау, күмәндану білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мысалы, мүмкін, рас, оның ойынша, сірә, шынында деген сөздер, бұлар сөйлемде кездесетін болса қыстырма сөздер болып табылады. 11 жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Бірінші сөйлем. Әрине, мені жақсы көреді, деді ит. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Екінші сөйлем. Осының бәрін ол әрине жалғыз өзі істей алмайды. Қыстырма сөздерді тауып, олардың тыныс белгісіне назар аудар. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай қойылатынын өзің тұжырымда. Балалар, бұл сөйлемдегі қыстырма сөздер, әрине сөз жоқ деген сөздер, бұлар қыстырма сөздер. Астын қызылмен сызып қойдым. Қыстырма сөздің тыныс белгісі дәл қаратпа сөздің тыныс белгісі сияқты қойылады. Яғни, егер қыстырма сөз сөйлемнің басында келетін болса, қыстырма сөзден кейін үтір қойылады. Ал егер қыстырма сөз сөйлемнің ортасында келетін болса, қыстырма сөздің екі жағынан үтір қойылады. Егер де қыстырма сөз соңынан келетін болса, қыстырма сөздің алдынан үтір қойылады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де бұл сабақ сіздерге түсінікті болған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басамыз. Және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.